Бірде Жәбірил алейхиссаламға Алла тағала айтады: «Я Жәбірил, сәл Мұхаммадан ма юбкихи». Мұхаммадқа баршы, ол жылап отыр, неге жылап отыр екен дейді. Содан Жәбірил алейхиссалам келеді пайғамбарымызға: «Я Мұхаммад, неге жылап отырсың?» Сол кезде айтады: «Мен өзімнен кейінгі үмметімнің жағдайын ойлап жылап отырмын» дейді. Сонда Алла тағала айтады: «Жәннаттың 1/3 сенің үмметің болады» дейді. Жоқ, мен оған келіспеймін дейді. Алла пайғамбарымыз айтады: «Онда жәннаттың жартысы сенің үмметің болады» дейді. Оған да келіспеймін. Онда жәннатта 120 сап болса, соның 80 сабы сенің үмметің болады, я Мұхаммад. Я Раб, ла арда, мен риза болмайым дейді. Ва вахидин мен уммати финнар, менің үмметімнің біреуі тозақта болғанына риза болмайым дейді. Сонда Алла тағала: «Я Мұхаммад, сені біз риза қыламыз. Мән қала ла илаха иллаллах дахалал жанна». Кім ла илаха иллаллах деп өтсінші мына дүниеден, жәннатқа кіреді дейді. Біз сондай үмметтің өкілдеріміз, қадірлі ағайын.